ең соңынан әрең кірген еркек дейді жәннатқа. Қарап қалса, хор қызы келатыр дейді. Сөйтіп ана хор қызын көрген кезде басын иесінен танып құлайды дейді ананың сұлулығына. Сонда ана иесін жиып, енді бүйтіп қараса алдында хор қызы тұрады. Че там кеттік па деп айтады екен ана хор қызына. Сөйтсе әйеліңнен рұқсат сұра деп айтады екен. Сөйтсе мәссаған ана да әйелім, мына да әйелім, бұдан қашан құтылам мен, жәннатта нормально жүре алмайтын болдық қой деп. Сөйтіп, қақта ол мына деп сөйтіп үйіне сарайын алып барады. Енді жәннатқа кірген әйел да бұл. Бұл анау байын күнде, байын қарғап сілеп жүрген әйел емес бұл. Бұл жәннатқа кірген әйел. Күйеуінің ризалығын алған әйел ғой бұл уже. Жаңағы әйелінің бөлмесіне кіріп қалып, әйелін көріп қалса, вообще есінен танып құлап қала береді екен. Хор қызын көрген кезде бір рет көріп құлайды ғой. Әйелін каждый раз көрген кезде есінен танып қала береді дейді еркекше. До такой степени сөйтсе, әйелі хор қызынан 40 есе сұлу болады екен. Жәннати әйел хор қызынан 40 есе сұлу болады.